Мен сол жылы 21-де едім. Алматыда оқитын қызбын, үйге Семейге қарай жол тартқалы жатқанмын. Желтоқсанның соңы, жаңа жыл алдында. Ақша мүлде жоқ, стипендия кешіккен, әке-шешемнен сұрауға ия. Поезд билетіне ақша жетпеді, қалтамда бар жоғы 6000 теңге ғана қалды. Плацкартқа да жетпейді. Вокзалда жүріп, бір қыздан естідім, кейде проводниктер билетсіз өткізеді, әсіресе қыздарды, егер сөйлесіп көрсең. Ол маған бір түрлі қарап күлді. Мен түсіндім, бірақ амал жоқ, үйге баруым керек, анам ауырып жатыр деп хабарлаған. Поезд Алматы-Өскемен кешкі 9-да шығады. Мен вагонға кіріп, шеткі орынға отырдым да, жүзімді терезеге бұрып, тыныш отыруға тырыстым. Жүрегім зырқ-зырқ соғып тұр. Бір кезде проводник келді. Ер адам шамамен 44-45 жаста, бойы ұзын, денесі семіздеу, бетінде 3 күндік сақалы, даусы қатты. Бірақ көзқарағы шаршаңқы. Тагында Нұрлан деп жазылыпты. Билет? Деді ол. Мен қалтамды ақтарған болдым, сосын басымды изедім. Жоқ, ақшам жетпей қалды. Үйге баруым керек, анам ауырып жатыр. Келесі станцияда түсіріп тастасаңыз да әйтеуір бір тәуір станцияға жетсе екен. Ол маған ұзақ қарады. Вагонда адам аз, біраз орын бос. Ол бірдемені ойланып тұрды да. Кел, сөйлесейік деді де, мені коридорға шығарды. Проводниктердің купесіне кіргізді. Есікті жапты. Шай құйып берді, өзі де ішті. Әңгіме басталды. Ол Нұрлан екен, 2 баласы бар, әйелі ауылда, өзі осы жұмыста 18 жыл болған. Ақша аз, бірақ тұрақты. Жалғыздықтан шаршағанын айтты, айына 20 күн поездың ішінде, үйге сирек барады, жылулық жоқ. Мен өзім туралы айттым, студентпін, ақша жоқ, анамның жағдайы нашар. Ол күлді, бірақ күлкісі жылы еді. Сен сияқты қыздар көп болады. Билетсіз мінуге тырысады. Контролер келсе, менің басым кетеді. Бірақ, сен қатты ұнадың маған. Әдемі қызсың, шиедей алқызыл еріндерің мені ертіп жіберді, қарасам көзім тоймайтын. Егер сен қарсы болмасаң, мен сені билетсіз ақ өткізіп жіберейін. Ешкім білмейді. Тек екеуміз ғана білетін құпия болсын. Мен түсіндім не айтқысы келгенін. Жүрегім қатты соқты. Қорқыныш болды, ұят болды, бірақ біртүрлі қызығушылық та пайда болды. Мен жасы үлкен ер адамдармен бұрын соңды кездеспеген едім, шынымды айтсам, ол да маған ұнады, байсалды, нағыз ер адам сияқты мен келістім, өз еркімен күректей алақанында өзімді керемет сезімді ызынан кешіргім келді. Ол есікті құлыптады. Купе кішкентай, төсек орындар, үстел. Терезеден қараңғы түн. Поезд жылжып кетті. Ол маған жақындады. Қолымды ұстады. Қолы жылы. Қорықпа қарындас деді ол ақырын. Егер ұнамаса, айт. Мен асықпай жасаймын. Мен үндемедім. Ол мені сүйді. Ерні темекі иісті, бірақ жұмсақ. Мен алғашқыда қатып қалдым, сосын денем өздігінен жауап берді. Ол мені отырғызып формасын шешті. Денесі семіз, бірақ күшті еді. Біз бір-бірімізге тидік. Поездың дөңгелегі темір жолды соғып тұрған дыбыс бәрі бір түрлі сезім берді. Ол менің құлағыма сыбырлады. Қандай әдемісің, ұзақ уақыт болмаған екенсің. Ол дыбыс шығармауға тырысты, мен де. Бірақ кейде шығып кетті. Ұзақ болды. Бірнеше рет. Сосын шаршап жатып қалдық. Ол менің шашымнан сипат. Саған рахмет деді ол. Сен маған ұмытылмас күн сыйладың. Мен күлдім. Ішімде ұят болды, бірақ өкінбедім. Ол маған жамандық істемеді. Таңертең ол мені оятты. Бос орын тауып берді. Бүкіл жол бойы шай әкеліп сөйлесіп отырды. Өз өмірі туралы айтты, қиындықтары, жалғыздығы. Мен тыңдадым. Ол маған телефон нөмірін берді. Семейге келгенде ол мені құшақтады. Егер қайтадан Алматыға қайтсаң маған хабарлас деді, ол көзін тесіп қарап. Мен басымды изедім. Поездан түстім, суық, қар жауды. Үйге бардым. Анам жақсы болып шықты, қатты ауырмаған екен. Содан бері сол түн есімде.
Кейде ұят болады, кейде сағынамын. Ол маған жамандық істемеді. Бір-бірімізге жылу сыйладық. Поездағы сол түн ешқашан ұмытпаймын. Өкінбеймін. Өмір сондай, кейде таңдау аз, кейде таңдау күтпеген жерден шығады. Нұрлан әлі пойыздың ішінде жүрген шығар. Ал мен кейде оның нөмірін ашып теріп қоямын ба деп ойлаймын. Бірақ әзірге термедім. Оның отбасы бар, бірақ өкінбеймін. Сол түн маған бір түрлі күш берді, мен өзім қалағанымды істедім. Ешкім күштемеді. Семейге келгеннен кейін бір аптадай уақыт өтті. Жаңа жылды үйде тойладық, туыстар жиналды, дастархан мол болды. Бірақ менің ойым мүлде басқа жақта еді. Нұрланның даусы, қолдарының жылуы, темекі араласқан еріннің дәмі, бәрі есімнен кетпей қойды. Түнде ұйықтай алмай, төсекте аунап көз алдыма елестетіп шығатынмын. Кейде ұяттан өртеніп кеткім келетін, кейде керісінше қайтадан сол купеге кіріп, есігін құлыптағым келетін. Оның нөмірін сақтап қойғанмын. Бірақ бірінші болып жазуға бата алмадым. Не деп жазамын? Сағынып жатырмын деп пе деп ойладым да, телефонды қоя салатынмын. Жаңа жылдан кейінгі 5-ші күні кешке телефон шырылдады. Бейтаныс нөмір емес, оның нөмірі. Сәлем, жаным, деді ол дауысы шаршаңқы, бірақ жылы. Аман есен жеттің бе? Мен? Сені ойлап жүрмін. Мен үнсіз қалдым бірнеше секунд. Сосын, иә, жеттім. Рахмет. Сізге. Ол күлді. Сіз деме, Нұрлан деп айт. Мен Семейде 2 күндемін. Поезд осында тұрады, келесі рейс Алматыға ертең кешке шығамын. Кездескің келсе кездесейік. Жай ғана кофе ішейік, сөйлесейік. Мен иә дедім. Даусым дірілдеп шықты. Келесі күні кешке вокзал маңындағы шағын кафеге бардым. Қаңтардың аязы, жел бетті қарып тұр. Ол форма киген жоқ, жай күртеше, джинсы, басында құлақшын. Мені көргенде күлді, тұрып құшақтады. Иісі сол күйі темекі мен поездың иісі араласқан. Сағындым сені, деді ол ақырын, қолымды қысып. Біз кофе іштік. Ол өзін толығырақ айтты. Әйелімен ұрсес көп, балалары үлкен, бірі Алматыда оқиды. Өз айына 1 рет қана үйге барады. Жалғыздықтан шаршағанын қайта-қайта айтты. Сен сияқты жас қызбен сөйлескелі өмірім өзгерді ғой, ерекшесің ғой сен, деді. Мен күлдім. Ішімде бір түрлі сезім, қорқыныш жоқ, ұят аз, орнына қызығушылық. Ол маған ұнай бастаған сияқты. Кафеден шығып, ертіс бойымен серуендедік. Ол қолымнан ұстады. Суықта қолымыз жылыды. Бір кезде ол тоқтап мені сүйді. Аязда, қар үстінде. Мен қарсылық жасамадым. Қонақ үйге барайық, деді ол. Темір жолшыларға арналған арзан жер. Жай ғана сөйлесейік. Бөлмесі кішкентай, ескі, бірақ жылы. Есікті жапқан бойда мен оның күртесін шештім. Сен маған қатты ұнайсың, деді ол киімін шешіп жатып. Сол түннен бері ойымнан кетпейсің, ол менің құлағыма сыбырлады, атымды аты. Біз ұзақ болдық, бірнеше рет шаршап терлеп. Сосын жатып сөйлестік. Ол менің кеудеме басын қойып шашымнан сипат. Мен саған шынымен ұнаймын ба? Деп сұрадым мен. Иә, сен жассың, әдемісің, ақылдысың. Маған сен сияқты сұлу қыз керек. Түнде ұйықтадық. Таңертең ол маған таңғы ас әкелді, қонақ үйдің асханасынан. Біз тағы сөйлестік. Ол маған Алматыға қайтқанда кездесіп тұруды ұсынды. Мен айына 2 рет Алматыға барамын. Сен студентсің, жатақханада тұрасың. Мен қонақ үйде тұрамын. Кездесеміз. Мен басымды изедім. Бірақ жүрегім қысылып кетті, қуаныш пен қорқыныш бірге. Күндіз бірге жүрдік. Қалада серуендедік, дүкенге кірдік, ол маған кішкентай сыйлық алды, қолғап. Адамдар қарады, жас қыз бен үлкен еркек. Бірақ бізге бәрібір еді. Кешке ол поездға мінуі керек болды. Вокзалда қоштастық.
Ол мені қатты құшақтады, көзінде бір нәрсе бар еді, мұң ба, қуаныш па, білмеймін. Маған жаз. Қоңырау шал. Мен күтемін. Келесі аптада Алматыда боламын. Пайыз кетті. Мен платформада тұрып қалдым. Суық жел бетімді ұрды. Содан кейін хат алмастық. Әр рейстен кейін ол маған жазатын, сені ойладым, сағынып жатырмын. Мен де жауап беретінмін. Алматыға қайттым, оқу басталды. Бірақ ойым ол жақта еді. Ақпанның басында ол Алматыға келді. Маған хабарласты. Мен жатақханадан шығып, оның қонақ үйіне бардым. Ол кездесу одан да ыстық болды. Біз түнді бірге өткіздік. Ол маған гүл әкелді, кешкі асқа шақырды. Мен оған өзімнің өмірімді айттым, достарым, оқуым, армандарым. Бірақ бірте-бірте түсіндік, бұл жай құмарлық емес. Ол маған қамқорлық жасай бастады. Наурызға таман мен жүкті болып қалдым. Тест көрсетті. Қорқып кеттім. Оған айттым. Ол үндемей тұрып қалды, сосын. Егер қаласаң, қалдыр. Мен жауапкершілік аламын. Балама балам болады. Мен білмеймін, не істеймін. Қорқамын, бірақ өкінбеймін, сол пайыздан басталғанның бәрі шынайы еді. Ол маған жамандық істемеді. Керісінше маған махаббат берді, жас айырмашылығына, жағдайға қарамастан. Әлі шешім қабылдаған жоқпын. Бірақ Нұрлан күтіп жатыр. Ал мен әлі оны ойлаймын. Әр түнде. Бұл махаббат па, әлде бір түрлі байланыс па, білмеймін. Бірақ осының бәрін ата-анама қалай айтамын деген ой маза бермей жүр.